Сәлем қыздар, бүгін мен осындай жұмсақ болып пісетін пряниктің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Осындай екі түрлі пряник жасадым, біреуі шоколадный, біреуі ақ пряник болып шықты. Өте дәмді, өте оңай, тез жасалатын пряниктің рецептісі. Ол үшін бізге ұнымызға қантымызды жақсылап араластырып, үстінен қайнап тұрған сүтімізді құямызда жақсылап бір масса болғанша араластырамыз. Содан соң сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Оның үстінен 2 жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап бір масса болғанша араластырып отырамыз. Осы араласқан массамыздың үстіне ванилинімізді саламыз. Ванилинімізді салып, тағы да бір масса болғанша жақсылап араластырамыз. Енді ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, құрғақ ингредиентімізді дайындап қоямыз. Жаңағы дайын болған массамызды екіге бөліп аламыз. Біреуінің үстінен какао саламыз. Какаоны қасықпен жақсылап араластырып, үстінен жаңағы құрғақ ұнымыз бен қопсытқышымызды қосып, қолға жабыспайтындай қамыр илейміз. Осындай екіншісінде дәл солай қамырымызды илейміз, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Менде осындай екі түрлі қамыр шықты. Осыны астына ұн салып, оқтаудың көмегімен қалың емес, жұқа емес, орташа көлемде қамыр жазып аламыз. Осыны қалауларыңыз бойынша мен үй жағдайында осындай баклажканың қақпағымен, бокалмен тесіп алдым. Осы уақытта 180 градусымызда пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градус пешімізде 10 минуттай пісіріп аламыз. Өте дәмді, өте тез дайын болатын пряниктің рецептісі. Жасап қарауларыңызға кеңес беремін. Видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Енді кіләрімізді дайындау үшін 2 жұмыртқаның ағын жақсылап миксермен араластырып, үстіне осындай қант ұнтағын салып, тағы да араластырамыз. Осы араласқан массамызға жаңағы дайын болып піскен пряниктерімізді салып, холодильнигімізге жарты сағатқа жібереміз. Жарты сағатта қатып, өте дәмді, жұмсақ пряниктер болады. Ал екінші шоколадный прянигіміздің үстіне бір шоколадты ертіп, оған да осылай жағып алдым.